Ассалаумағалейкум достар, баршаңызға қайырлы күн. Біздер жолға шығып жатыр, Алла қаласа 2-3 айлап жинаған тиындарымыздың бәрін алып, 2 ұлымды алып, бұйыртса жолға шығып жатыр. Қазір қаладан 70 шақырым жерге. Енді жиналған сумаға қазір енді біздер заправка жасадық, 2 атешімізді алдық. Енді Алла қаласа қазір тауық алуға бара жатырмыз. Сіздер барлық шығынның бәрін есептеп отырыңыздар, сосын комменттерге жазып кетіңіздер. Біздер қазір Алла қаласа Алғабас дейтін ауылға кетіп жатыр, Оралдан 70 шақырым жерде. Былай айтқанда Ақтөбенің трассасына қарата кетіп жатыр Алла қаласа. Қазір барып тауықты қаншаға тауық алдық, қаншадан атешті қаншаға алдық, қанша ақша кетті, заправкаға қанша кетті, бензинге қанша кетті, соның барлығын есептеп сіздерге шығынның барлығын видеоның соңында айтатын болам. Тауықты қанша, мысалы атештерде 3000 теңге деп тұр, 2500-ға сүрттік, одан 2000 теңгеге сүрттік. Тауықты да толай тоже келістік, оны да тоже 2145 теңгеге ма сүрдік әйтеуір сөйлесіп. И плюс біздерге түсіріп бергенмен біздер плюс олар кісілерге жарнама жасап береміз. Манағыдай жұмыртқаларын өткізуіне деген сияқты ғой. Біздер енді ютубтан, тиктоктан видеоға түсіріп бастағаннан кейін, блог жүргізгеннен кейін біздер тоже ол кісілерге жарнама жасаймыз. Ол жарнама ұзақ уақытқа сақталады. Ютубқа енді білесіздер, ютубқа өмір бақиға ютубқа жарнама кетеді. Тиктокқа да өзім кетіп тастамасам, ол видео тұра береді. И аккаунт бітеп қалмаса. Сондай жағдайларға келісіп алып жатырмыз қазір скидкамен түсірдім. Бірақ енді қаланың ішінен ондай бағаға тауық таба алмайсыздар. Сол себепті қаладан не болса да 50 шақырым, 100 шақырым жерден іздеп табуға болады. Енді олар да ауылдық жерде тұратын кісілер ғой, бірақ олар бұл кісілерде де тауық бағып, бизнестерін жасап, мал бағып деген сияқты ғой. Өздерінің кішігірім шаруашылықтарын жасап отқан адамдар барлығы. Сол кісіге біздер қазір жарнамасын жасап береміз. Тауығын аламыз, Алла қаласа. Енді өздеріңіз сұрадыңыздар ғой, тауық қашан бағасын деп. Енді контентті түсіру керек болса түсірейік. Өлден бастап қанша ақша кетті тауыққа, қанша ақша табамыз тауықтан, қалай көтерілеміз. Соның барлығын сіздерге осы видеода және де алдағы видеоларда пошагу барлығын көрсетіп отырам. Кімге қаланшадан жұмыртқа сатып жатырмыз, қалай сатып жатырмыз, жарнаманы қалай аламыз деген сияқты ғой. Полный сіздерге барлығын көрсетемін. Кеше бір кісілер сұрап жатыр ғой, кредитім бар, бизнес бастағым келеді деген сияқты. Қандай бизнес ұсынасыз дейді. Мен енді өзім қазір 27 жасыма дейін қаншама бизнестер аштым, қаншама бизнестер банкротқа ұшырады, қаншама минусқа кетіп кеттім. Әлі де сол минуста кеткен ақшаларымды, кредиттерімді қазір мен өзім жұмыс жасап, кішігірім тауық жұмыртқасынан 2 видео әйтеуір қазір төлеп отырмын. Сол енді просто минусқа кеткенде сынып қалмау керек та адам. И дальше болса жасау керек, көру керек. Өміріміз әлі алда ғой. Қайда әлі енді 25-27 жастамыз. Өміріміз әлі алда. Сол себепті сынбау керек, жасау керек, копить ету керек. Қолдан келетін нәрсені жасау керек. Ана біреудің тиктоктан, ютубтан көріп алған нәрселерді жасаудың ешқандай қажеті жоқ. Мысалы тиктоктан көріп алады, анандай бизнес ашып алып, мен де соны жасаймын дейді, минус деген келеді. Ондай ештеңе жасамаңыздар. Өзіңіздің қолыңыздан не келеді, соны жасаңыздар. Өздеріңіздің жүріп қалуларыңыз нені қалап тұр, соны жасаңыздар. Анандай кереңіз біреудің жасағанын мен жасай аламын, анаң жасағанын мен жасап көремін, мен байып кетемін дейтін нәрсені мына мидың ішінде клеткалардан алып тастаңыздар вообще. Өздеріңіздің жасап білетін нәрселеріңізді жасасаңыздар, сіздерден асқан миллионер болмайды. Мен сіздерге уәде беремін. Қазір енді Алла болса біздер жолға шығып жатырмыз ғой. Сәттілік тілеп қойыңыздар. Осы видеоны жолда кетпей түсіріп жатырмын қазір Алла болса. Қазір анда барамыз. Тауықтарын видеоға түсіремін, жарнамасын осы видеоның ішіне толыққанды барлығын ютубқа салам. Енді қанша видеоның ұзақтығы қанша болады білмейді точно. Но бірақ осыған салатын боламын. Жақсы, сау болыңыздар.